Ассалаумағалейкум. Біз сіздермен қазір қарапайым суреттің үстіне осы телефон арқылы қандай сөздер, тексттер, неше түрлі нәрселер салу үшін тағы да бір қызық бағдарламамен бөліспекпін. Бұл бағдарламаның аты добавить текст деп айтылады. Мінекей мына жерде тұр. Осы бағдарламаның ішіне кірсеңіздер, мен уже примерно өзім Snapseed арқылы әрлеп бір суретімді салып қойдым. Осыған біз тегін курс өтеміз деген жайында суретті тексттермен әрлемекпін. Курс бір нәрсе өтер алдында негізінде сол шығаратын постқа мейлінше сол жайында мағлұматты суреттің бетіне жазып жіберген жақсы. Себебі көп адамдар сол кезде бір курс өтейін деп жатқанын білетін болады. Әйтпесе бір қарапайым сурет екен деп көбісі сіздің суретіңізден өтіп кете беруі мүмкін. Сондықтан мейлінше суреттің бетіне сол туралы мағлұмат, курс өтетін, не болмаса марафон өтетін, не болмаса тағы да бір нәрсе өтетін жайында мағлұматты жазып қойсаңыз жақсы. Сосын міндетті түрде дата, қай күндер ол болатыны, кейін ол жақта не өтейін деп жатсыз, солар жайында жазсаңыз болады. Бірақ мен мейлінше баннерге сол курс жайында мағлұматты ғана беремін, осындай курс өтеміз деп. Сосын қай күн дата болатынын сол жайында осы суретке жазбақпын. Бірақ бұның ішінде мына төбесінде көріп тұрсыздар, плюстың суреті тұр. Соны бассаңыздар, текст деген нәрсе шығады. Текстті бассаңыз, яғни добавить текст дейді. Астына қандай текст жазайын деп жатсыз, соның сол туралы жазсаңыз болады. Введите текст деп тұрған жерге, мысалға, мен курсты почти тегін өтейін деп жатырмын. Бұл жерде адамдар өздері бағаларын айтады. Мен 200 теңгеге қатысқым келеді, 300 теңгеге қатысқым келеді деп. Сондықтан бұны почти тегін деп жазып жатырмын. Почти, сосын үлкен әріппен почти дегенді бөлек түспен жазғым келіп тұр. Мен почти деп қана жазып қоямын. Бірінші готово деймін, дағы төбесіне алып келемін. Мына жерде қарап тұрсыздар, былай өйтсеңіз ары бері сурет өзгереді. Астында мысалға мынаның размері тұр, кішірейтсеңіз болады. Мына жерде үлкейтсеңіз болады. 81 деген жазудың жанында. Оған мысалға бұл определенный мында курсив қоюға болады. Жирный добавить етуге болады. Бұл ағытыстауға болады. Шрифттар мына жерден таңдауға болады. Неше түрлі шрифттар бар. Мына жердің бәрі неше түрлі шрифттар таңдай бересіз. Түсін таңдауға болады. Қара, жасыл, көк, қызыл, арасындағы несін жаңағы сыртын өзгертуге болады обводкамен. Сосын кейін фон дейді, отдельно бір фон беруіңізге болады. Мынандай интервалдарын ашып не қылуыңызға болады. Мысалға интервал ашып жабуға болады. Сосын кейін позициясын ары бері қою. Бұл енді мына жерде бүйтіп не қылып тұр ғой. Бірақ та позициясын былай жылжыта берсеңіз де болады. Бүйтіп былайынан төңкеріп жесеңіз болады. В общем, неше түрлі негізін обороттар бар. Шұқылай берсеңіз біраз дүние бар. Мен өзім әлі бұл бағдарламаны меңгеру үстіндемін. Мындай 3D қосып жіберсе болады. Яғни көрдіңіз, олай бір ары бері бұрап, мынаны былайынан жіберуге болады. Мысалға бүйтіп қосып жіберуге болады. Мына мен былай қарай нәрсе істеуге болады. В общем, неше түрлі нәрсе істеуге болады. Сондықтан құрметті достар, сосын сіздерге бір нәрсе ұнамай қалды ма, артқа қарай назад деген жоғары жақта не бар, сонымен қайттан өздеріңіздің басындағы тұрған нәрсеге жетіп алсаңыздар болады. Ал енді құрметті достар, мен сіздерге қазір мына жерде почти тегін курс деген жазуды жазбақпын, бірақ почти дегенде сәл бөлек, ол онша қатты байқалмайтындай, себебі ол нәрсе қатты маған маңызды емес. Обводка береміз, бұған примерно қандай обводка берсек болады, мейлінше қатты онша байқалмайтындай обводка береміз. Бұл жазудың өзі онша қатты байқалмай тұру керек. Так, формат мынандай. Цвет түсі ақ бола берсін. Енді примерно осылай тұра берсін. Почти деген сөз принципе болған сияқты, маған онша қатты отделять етпей, білінбей тұратындай болу керек. Енді келесі текст жазатын болса, үстінен жазамыз, тағы текст дейміз. Сосын ол жерге тегін курс дейміз. Тегін курс. Тегін курс деген астына қоямыз. Бұған сәл курсив қойсақ болады.
сәл не қылсақ болады. И шрифт таңдаймыз. Маған өзіме ұнайды. Давайте осыны таңдайық. Бұл үшін мынаны кішкене кішірейтіп жіберу керек. Сәл обводқа берсек, бұл уже байқалып тұратындай болады. Себебі мына жерде жазған кезде мейлінше бұл яркий цвет болғаны жақсы тегін курстың. Сондықтан бұны сарыға қоямыз. Мен өзім сары цвет көзге қатты тұрады деп есептеймін. Суретте, любой суретте сары ол бірден көрінеді. Меніңше бір қатты бір не керек емес. Осыны былайынан бүйтіп бүтірлі болып қалды. Мынау бүйтіп тұрған дұрыс сияқты. Сәл ашайық. Мен енді бір қатты бір дизайнер бір ненің несі емес. Мен сіздер сияқты өзім тура осы тыканиемен үйренген нәрсем почти тегін курс. Тегін курс дегеніміз біздің бір көрінген сияқты, тегін курс. Почти тегін курс. Мына жерге енді датасын жазамыз. Датасын бұйырса осы айдың сенбі жексенбісіне жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қазір мен қателеспесем бізде 16-17 май. 16-17 май. Мамыр. Тура бұнда тегін курстың форматында жасақ әдемі кетеді. Сондықтан готово. Тегін курстың форматында жасақ әдемі кетеді. По-моему, қателеспесем мынау болады. Таппай қалдым ғой өзім қайсысы екен. Не важно. Қазір таңдап аламыз. Өзімізге ұнайтын шрифті. Мынау болса да болады, мынау болса да болады. Так, 16-17 мамыр. Обводка жасаймыз. Бұнда сары цветпен. Даже жазудың өзін сарыға жіберсек болады бұл жерде. Жазудың өзін форматына кіреміз, цветіне кіреміз дағы жазудың өзін сары қыламыз. Толық. Сары цветпен. Мынандай сары. 16-17 мамыр. Енді давай сырт жағын басқаша может обводкасын мүмкін сәл потемнее қыламыз. Сол кезде мысалға мынандай жазсақ болады. Чтоб мына жердегі жасылдың бетінде көріну үшін даже классический қаралы салсақ та болады. Обводканың цветін. Көптеген цветтер бар, көрдіңіздер ғой. 16-17 мамыр қатты бізге үлкен болып тұру керек емес. Шетіне қарай аккуратно. 16-17 мамыр почти тегін курс. Менімше болған сияқты. Бұлай бір қаса қатты бұл жерде не керек емес. Осылай әрлей бересіздер достар. Алла зейіндеріңізді арттырсын. Біраз нәрсе үйрендіңіздер деп ойлаймын. Бұл жерде тағы қосымша айта кетейін. Төбесінде бассам мысалға мындай стиль, яғни изгибпен неше түрлі форматтар жазуға болады. Телефон үшін мейлінше жақсы нәрселер деп ойлаймын. Содан кейін форма, мындай біз сізге мындай нәрселер керек болса, бұларды да алсаңыз болады. Мысалы, тегін курс деген нәрсенің астын сіз осымен қоршап тастағыңыз келіп тұр. Не болмаса бірдеңенің бетін жауып тастағыңыз келіп тұр. Мысалға мынаны қойып барып жазсаңыз, тегін курс дегенді бетіне шығарсаңыз болады. Ол үшін бірінші мынаны қойып алу керек қой деймін. Ол үшін мынаны қойып алып, одан кейін барып тегін курс. Не болмаса бұл мүлдем бір нәрселердің бетін жауып тастау үшін ба? Жаңа обводканы, бұл нәрсе көп нәрсенің бетін жауып қалады екен, достар. Так, стикерлер бар. Шет мынандай күліп тұрған, мысалы мынандай, мысалға бізге кішкене сәл мультяшный болып кетуі мүмкін, бірақ бір адамдарға бұл действительно қызық болуы мүмкін, білмеймін.
әр адамның вкусы әртүрлі ғой. Мысалға, допустим, мынаны бүйтіп қояйық. Телефонның несін қойып қояйық жағынан. Мысалға мына жерге барып қойсақ та болады. Былай болса да болады. Енді тегін курсымыз қайттан реттеп алайық. Тегін курсымызды қайттан реттеп алайық. Мейлінше осылай тұрғаны дұрыс шығар. Тегін курс 16-17 мамыр. Түсінікті, почти тегін курс. Почти де сәл бүйтіп қойсақ болады. Осымен біздің почти деген сәл кішірейтпесек те болады. Почти тегін курс. Осылай. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Енді мынау әдейі осы форматта сіздерге ыңғайлы болсын деп істелді. Себебі телефоннан қарайсыздар көбіңіз. Алла береке берсін. Аман болыңыздар.